Мынау қазақтың қосы. Бұл тарихы ұзақ. Бұл Абылай деген кісі жазып тақпырлап шыққан нәрсе. Мына нәрсе дегенді тігуге оңай, жығуға оңай, көшкенге оңай. Шындағанда мына бір түйенің ғана жүгі. Мынау ішінде көрпе жастық дүниесін айтсақ, екі-ақ түйенің дүниесі. Ең үлкенімен мына оқшамайды. Үлкені адам көп, көлігі көп артатын. Керегесі бар, уығы бар, шаңырағы бар, түлдігі бар. Ол 200-лік, 400-лық болады. Мынау 2-ақ туырдық. Аса шаңырағы бар, уығы қазақтың үйіне оқшамайды. Мынау жүзу болады. Қазақтікі аяжағы қайқы болады. Емек. Ол дегенде ағадасы таупайып үзіктің етегін ұстайды. Қазақ үйді. Мынада етек жоқ. Етек осы өмірі қарап үйі мынау. Осы. Оңай мынау. Тігуге оңай, шығуға оңай.